Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай керемет пирог, вулкан пирогымен бөлісеміз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен газымызға осындай қалың ыдыс, яғни дайындаған массамыз күйкетпейтіндей қалың ыдыс қоямыз. Содан соң оған жұмыртқа, қант және де ванильді қантты қосып жақсылап араластырамыз. Енді оған сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Бұдан соң оған жүгері крахмалын салып, үздіксіз араластырамыз. Яғни тез-тез араластырып тұруымыз қажет. Біздің осы массамыз қоюлана бастағанға дейін араластырамыз. Міне осындай болды. Осылай үздіксіз араластыра отырып, оған сары майымызды саламыз. Майымыз ергенше жақсылап араластырып, газды өшіріп қоямыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді бұны қойып, үстінен осындай пищевая пленканы жауып, яғни массамызға тигізіп жауып қоямыз. Енді бұны осылай қалдыра тұрамыз. Пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып, оған қантымызды қосып, және де тұзымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Бұдан соң оған сүтті құямыз, сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырып, оған қопсытқышымызды қосамыз. Енді елекке ұнымыз бен какаоымызды салып, електен өткізе отырып, венчикпен араластыра отырып, осындай қамыр дайындаймыз. Біздің қамырымыз қаймаққа ұқсаған осындай қоймалжың болу керек. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды құямыз. Пешімізді алдын ала 170-180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді алдыңғы кремімізді алып, тура осы формамыздың ортасынан қамырымыздың үстінен осылайынан салып шығамыз. Міне бізде осындай болды. Енді осыны пешке жібереміз. Пирогымыз дайын болғанша шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін осындай қайнап жатқан суға кішкене сары май мен шоколадты салып, судың үстінде ұстаймыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді шоколадты глазурды осындай кондитерлік қапшықпен құйып шығамыз. Сіздер қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Міне бізде осындай пирог дайын болды. Барлық керекті заттарды описанияда жазып қалдырамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.